Мен Тұран университетінің құқық жоғары мектебінің бірінші курс студентімін. Референдум бұл еліміздің демократиялық дамуын көрсететін ең жоғары құқықтық институт. Бұл жай ғана дауыс беру емес, бұл мемлекетіміздің ертеңгі бағдарын айқындау. Мен 15 наурызда референдумға қатысамын. Неге? Себебі мен өз отанымның дамыған мемлекет арасында көргім келеді. Референдумда дауыс беру бұл біз үшін ғана маңызды емес, келешек ұрпақ үшін де өмірін ауқымды өзгерістер орнайды. Сондықтан да әр қайсымыз бейжайып қалмай, референдумға өз даусымызды енгізу керекпіз. Егер маңызды шешімдерді халықсыз қабылдасақ, билік пен қоғам арасында алшақтық пайда болады. Ал референдум бұл тек дауыс беру емес, бұл біз бірге шештік деген ортақ мақсатқа жетудің нақты жолы. Бұл әрбір азаматтың ел тағдырына жауапкершілікпен қарауын білдіреді. Мен бұл референдумға қатысып, өз дауысымды беремін. Себебі менің дауысым бұл маңызды, бұл еліміздің дамуына тікелей әсер етеді. Менің дауысым тек бір бума қағаз емес, бұл әділетті Қазақстан мен әділетті қоғам, сонымен қатар мемлекетті, мықты мемлекетті құрудың іргетасы болып табылады.